Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сабақ 2 таңбалы сандардың графикалық моделі. Сен 2 таңбалы сандардың графикалық модельдері туралы үйренесің. Бүгінгі жаңа сөздеріміз санның графикалық моделі. Біріншісі, суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандарының арасындағы 2 таңбалы сандар тізбегін жаз. Яғни 10 мен 20 сандарының арасында 2 таңбалы санымыз 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сандары екен. Бұл жерде сурет бойынша былай жасап болады. 18, 14, 16, 13, 12, 17, 19, 15 деп жазсақ та болады. Бұл жерде өз суретімен жаздық. Екінші есеп зерттеу. 2 таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара. Жасыл түсті фигуралар ондық саны, көк түсті фигуралар бірліктер саны екен. Әр графикалық модельге сәйкес келетін 2 таңбалы санды жаз. Осы сандардың разрядты қосылғыштарының қосындысы түрінде жаз. А. Бұл 75, яғни ондықтарда бізде 7 тұр, бірліктерде 5 тұр. Екіншісінде ондықта бізде 5 тұр, бірлікте 7 тұр. Яғни 50 қосылған 7, 57. Келесі үшіншісінде, яғни Б-да ондықтардан 6, бірліктерден 2. Яғни 60 қосылған 2, 62. Үшінші есепте тапсырмаларды орында. 34 санын әр түсті дөңгелектерге түрінде модельдеп көрсет. Жасыл түстіміз ондықтарды алдық, жасыл түспен, көк түспен, болмаса сия түсті бірліктерді алдық. 3 ондық, 4 бірлік, яғни 34 шықты. 47 санын әр түсті шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет. 40-та 4 шаршымен бердік, жасыл түспен, 7-ні көк түспен бірліктер қылып бердік. 47. Төртінші есепте теңділерді тап. Бірінші теңдеуіміз 10 азайту x тең 8 екен. Онда белгісіз санды табуымыз керек. Белгісіз санымыз 2-ге тең. 2-ні белгісіз санның орнына қойып, теңдеуімізді тексереміз. 10-нан 2-ні алсақ 8, теңдеуіміз дұрыс. Келесі теңдеуіміз x азайту 8 тең 10. Бұл жерде белгісіз санымыз 18-ге тең, яғни x-іміз 18-ге тең. X-ің орнына 18-ді қойып, теңдеуімізді тексереміз. Келесі 5-ші есепте сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 30 қосылған 0, 0 дегеніміз бірліктер. 20 қосылған 7, 50 қосылған 9, 90 қосылған 3. Келесі 6-ші есепте 42 санның ондықтар разрядтағы цифрдың мәні бірге, артыр бірліктер разрядындағы цифрлар мәні бірге кеміт. Қандай сан шықты дейді. Ондық разрядымыз бұл жерде 4 болып тұр. 2-міз бірліктер разрядын. Біз 4-ті бірге арттырамыз, 2-ні бірге кемітеміз. 4-ке 1-ді қоссақ 5, 2-ден 1-ді алсақ 1. Яғни бізде 51 деген сан шықты. 7-ші есепте есепті шығар. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Шешуі 19-дан 7-ні аламыз. 7 жұмбақ кем дейді. Бізде 12 қалды. Яғни жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырды. 8-ші есепте дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санының әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көшілері разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 26 бұл жерде 2 ондық, 6 бірлік. Ондықты бұл жерде жасыл түспен, бірлікті көк түспен алдық. Дәптердің тор көзі дейді. 26. Осы санның көшілері дегеніміз 26 санның алдында тұрған
және артында тұрған сандарды айтамыз, яғни 25 пен 27. Бұны қосылғыштардың қосындысы түрінде жазсақ, разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазсақ, 20 қосылған 5 25, 20 қосылған 7 27. 9-ші есепте кел ойнайық. Пойыз құрастыр ойыны үлгі. 4-ке 6-ны қоссақ 10, 10-ға 7-ні қоссақ 17. Яғни мәнмен сәйкестендіреміз. Бірінші 17-ге сәйкес болады екен. 4-ке 6-ны қоссақ 10, 10-ға 7-ні қоссақ 17. Екіншісінде келесі бағанда 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15. 1-ге 4-ті қоссақ 5, 9-ға 5-ті қоссақ 14. Келесі пойызымызда 1-ге 9 қоссақ 10, 10-ға 3-ті қоссақ 13. 9-ға 1-ті қоссақ 10, 10-ға 12-ні қоссақ 12. 1-ге 7-ні қоссақ 8, 8-ге 8-ті қоссақ 16. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі сабақта кездескенше.